Құрметті ағайын, бүгінгі отырысымыз ол халықтық парламентінің алғашқы отырысымыз деп атадық. Ол біріншіден партия емес, қозғалыс емес. Өйткені осында студия отырғандардың пікірлері әртүрлі болуы мүмкін. Солай емес пе? Парламент ол тек қана саяси сахна, ол пікірталас болуы мүмкін, бірақ ашық. Біз үлгі көрсетуіміз керек. Біз саяси мәдениетіміздің деңгейімізді көрсетуіміз керек бүгін ағайын. Әрқайсымыз осында өткен сайлаудың нәтижелерімен келіспейміз. Бәріміздің ұстанымымыз мына сайлау өтірік өтті. Біздің міне айтарымыз бұл сайлау өтірік өтті, біз мойындамаймыз бұндай сайлауды. Міне үзілді кесілді. Біз өзіміздің қоғамдық саяси жұмыстарымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Өйткені халық бізге сеніп дауыстарын берді. Біз сол сенімді жерге тастамаймыз. Біз әрі қарай жұмыстарымызды жалғастырамыз.